Күздің салқын кеші Алматы көшелерін баяу ғана тербеп тұрған. Сары жапырақтар аяқ астында сыбдыр қағып, өткеннің көмескі елесін еске салатындай. Қала тіршілігі тоқтамағанымен Айбардың ішкі әлемінде бір түрлі бос кеңістік орнаған еді. Ол адамдар арасында жүрсе де, жалғыз. Жетістігі бар. Жұмысы жақсы. Бірақ бірдеңе жетіспейді. Түсініксіз. Сол күні бәрі кездейсоқ басталғандай болды. Кофеханада Айбар әдеттегідей терезе жанында отырған. Қолында жартылай суыған кофе. Көзі сыртта, ойы алыста. Бос па бұл орын? Деген дауыс оны селт еткізді. Айбар басын көтерді. Алдында бейтаныс жігіт тұр. Жасы шамалас. Киімі қарапайым, бірақ ұқыпты. Көзқарасы сабырлы, терең. «Иә, отырыңыз», деді Айбар қысқа ғана. Жігіт жымиып қарсысына жайғасты. «Рахмет, мен Дамир». Айбар. Қысқа таныстық. Бірақ сол сәтте бір нәрсе өзгергендей болды. Әңгіме өзінен өзі өрбіді. Алғашында жай сөздер, күнделікті тақырыптар. Сосын біртіндеп тереңдей түсті. Дамир тыңдай білетін. Бұл сирек қасиет. Айбар байқамай-ақ өз өмірі туралы айта бастады. Жұмысы, қиындықтары, ойлары тіпті бұрын ешкімге ашпаған нәрселерінде. Ал Дамир тек тыңдап отырды. Кейде басын изейді. Кейде қысқа ғана сұрақ қояды. Бірақ сол сұрақтардың өзі дәл жүрекке тиеді. «Сен көп нәрсені ішіңде сақтайсың», деді ол бір сәтте. Айбар таңырқап қалды. «Бәлкім, бұл жақсы емес», деді Дамир жай ғана. «Адам бір күні соның астында қалады». Бұл сөз Айбарға бір түрлі әсер етті. Таныс емес адам, бірақ оны түсінетіндей. Сол кештен кейін олар жиі кездесетін болды. Кездейсоқ басталған таныстық біртіндеп сенімге айналды. Дамир әрдайым жанынан табылатын. Қиын сәтте кеңес береді. Шешім керек кезде жол көрсетеді. Айбар алғаш рет өзін біреуге толық сеніп тұрғанын сезді. Бірақ кейде Дамирдің көзқарасында бір түрлі суықтық жылт етіп қалатын. Бір сәттік. Байқалмайтын. Бірақ бар. «Біз бұрын кездеспедік пе?» деп сұрады Айбар бір күні. Дамир бір сәтке тоқтап қалды. Сосын жымиып жауап берді. «Жоқ, бірақ кейбір адамдар кеш кездессе де бірден таныс болып кетеді». Айбар басын изеді. Сенгісі келді. Сенді де. Бірақ ол білмеді. Бұл таныстық кездейсоқ емес екенін. Және бұл сенім бір күні оның ең үлкен әлсіздігіне айналатынын. Күндер сырғып өте берді. Алматы өз ырғағымен өмір сүріп жатқанымен, Айбардың тіршілігі біртіндеп өзгеріп жатқанын өзі де толық аңғармады. Бұл өзгеріс жай ғана сыртқы емес еді. Ішкі, терең. Дамир оның өміріне байқалмай еніп кеткен. Бастапқыда жай дос, кейін сенімді кеңесші, ал енді оның ойына әсер ететін адамға айналған. «Сен бұл жұмысты тастауың керек», деді Дамир бір күні сабырлы үнмен. «Неге?» деді Айбар күмәнмен. «Себебі бұл сені құртып жатыр», деді ол қысқа ғана. «Сен өзіңді жоғалтып барасың». Айбар үнсіз қалды. Бұл сөздер шындыққа ұқсайтын. Соңғы кезде ол шынымен шаршап жүрген. Жұмыс қысымы, ұйқысыз түндер. «Білмеймін», деді ол баяу. «Сен маған сенесің бе?» деді Дамир тік қарап. Бұл сұрақ тосын болды. Айбар кідірді. Сосын басын изеді. «Иә». «Онда тыңда», деді Дамир, кейде дұрыс шешім қиын шешім. Бір аптадан кейін Айбар жұмыстан кетті. Бәрі тез болды. Тіпті өзі де толық түсінбей қалды. Бірақ ішіндегі бір дауыс дұрыс деп сыбырлағандай. Дамир оны жалғыз қалдырмады. «Бұл жаңа бастама», деді ол. Бірақ сол бастама бір түрлі бағыт алды. Айбар бұрынғы достарымен сирек кездесетін болды. «Олар сені түсінбейді», дейтін Дамир, «олар сені ұстап тұр». Айбар біртіндеп алыстай берді. Ал оның орнына тек бір адам қалды. «Дамир, сен өзгердің», деді бір күні Айбардың ескі досы телефон арқылы. «Бұрынғыдай емессің». Айбар жауап бермеді. Өйткені өзі де соны сезетін.
Бірақ бұл өзгерісті тоқтатпады. Керісінше жалғастырды. Бір күні кешке олар тағы да кофеханада отырды. Сол алғашқы танысқан орын. Өмірің қалай өзгерді? Деп сұрады Дамир жай ғана. Айбар ойланып қалды. Білмеймін, деді ол ақырын. Жеңілдегендеймін, бірақ бірдеңе жетіспейді. Не? Нақты айта алмаймын. Дамир жымиып қойды. Бұл қалыпты, деді ол. Өзіңді қайта құрып жатқанда ескі сен жоғалады. Бұл сөз Айбардың жүрегіне ауыр тиді. Ал жаңа мен қандай болады? Дамир оған ұзақ қарады. Терең, бір түрлі. Мен қалағандай, деді ол сыбырлап. Айбар селк ете қалды. Не? Айтайын дегенім, сен өзің қалағандай, деп түзетті Дамир. Бірақ кеш еді. Сол бір сөз көлеңке тастап кеткен. Сол түні Айбар ұйықтай алмады. Санасында бір ғана сұрақ айналып тұрды. Мен шынымен өзімнің өмірімді сүріп жүрмін бе? Әлде біреудің жоспары бойынша ма? Ал дәл сол сәтте бір жерде Дамир жалғыз отыр еді. Қараңғы бөлмеде. Алдында ноутбук. Экранда Айбардың суреті. Қасында жазу. Екі кезең аяқталды. Дамир баяу жымиып қойды. Әлі ерте, деді ол сыбырлап. Ең қызығы енді басталады. Күндердің бірі тым тыныш басталды. Алматы көшелері әдеттегідей тіршілікке толы, адамдар асығыс, өмір өз арнасымен ағып жатыр. Бірақ Айбар үшін бұл тыныштық алдындағы дауылдың белгісіндей еді. Соңғы уақытта оның ішінде бір күдік өсе бастады. Түсініксіз, бірақ кетпейді. Ол өз өміріне сырттан қарап тұрғандай күй кешетін болды. Шешімдері өзінікі емес сияқты. Ойлары біреу бағыттап отырғандай. Сол күні ол алғаш рет қарсы шығуға бел буды. Дамир, деді ол тік қарап, сен менің өміріме тым көп араласып бара жатырсың. Дамир еш таңғалмады. Керісінше сабырмен қарады. Ақыры сездің бе? Айбардың жүрегі бір сәт тоқтап қалғандай болды. Нені? Дамир жымиып қойды. Бірақ бұл жолы жылы емес. Суық. Бұл бәрі кездейсоқ емес екенін. Үнсіздік. Ауыр. Қауіпті. Сен не айтып тұрсың? Деді Айбар даусы дірілдеп. Дамир орнынан баяу тұрды. Сенің өмірің, деді ол ақырын, мен ойлағаннан да оңай екен. Не? Сені өзгерту қиын болған жоқ. Бұл сөздер найзадай қадалды. Бұл әзіл ме? Жоқ, деді Дамир, бұл шындық. Айбар артқа шегінді. Неге? Не үшін? Дамир оған жақындады. Көзқарасы өткір. Есіңде жоқ па? Не? Бірнеше жыл бұрын сен бір адамның өмірін дәл осылай бұздың. Айбар қатып қалды. Жоқ, мен. Есіне түсірейін бе? Деді Дамир. Ол телефонды шығарып бір видеоны қосты. Экранда өткен. Айбар. Жас. Өзімшіл. Және қатал. Ол бір адамды мазақ етіп тұр. Қоғам алдында. Оның беделін түсіріп. Жұмысынан айырып. Достарынан алыстатып. Бұл Айбардың дауысы шықпай қалды. Бұл мен бе? Иә, деді Дамир тыныш. Сол сен. Айбардың тізесі әлсіреп кетті. Мен білмедім. Білдің, деді Дамир суық үнмен. Бірақ саған бәрібір болды. Үнсіздік. Ол адам, деді Айбар әрең, қайда? Дамир көзін тіке қадады. Алдыңда тұр. Айбар демін ішіне тартып қалды. Сен? Иә. Сол сәтте бәрі орнына келгендей болды. Барлық сәйкестіктер, барлық кездейсоқтықтар. Бұл жоспар. Ұзақ, суық, дәл. Мен сені өлтіргім келмеді, деді Дамир, бұл тым оңай. Онда не? Мен сенің өз өміріңді өз қолыңмен құртып жатқаныңды көргім келді. Айбар көзін жұмды. Жүрегі ауыр. Сен бәрін басқардың ба? Иә. Жұмысымды? Иә. Достарымды? Иә. Менің ойларымды да. Дамир сәл жымиып қойды. Сен ойлағаннан да оңайсың, Айбар. Бұл сөз соңғы соққы болды. Айбар үнсіз қалды.
ішінде бір нәрсе сынғандай. Енді не болады? Деді ол баяу. Дамир терең дем алды. Енді. Сен бәрін түсіндің. Бұл жеткіліксіз бе? Дамир көзін төмен түсірді. Сосын қайта көтерді. Бұл жолы оның көзінде ашу емес. Шаршау бар еді. Жоқ, деді ол ақырын. Бұл тек бастамасы ғана еді. Айбар селк етті. Не? Дамир бір қадам артқа шегінді. Себебі ең үлкен кек әлі алда. Сол сәтте Айбар алғаш рет шын қорқынышты сезінді. Өйткені енді бұл ойынның шекарасы жоқ еді. Түн Алматы үстін ауыр үнсіздік басқан. Қала шамдары алыстан жымыңдағанымен Айбар тұрған бөлмеде қараңғылық қоюланып тұрғандай еді. Екі адам, екі тағдыр, бір өткен. Дамир үнсіз тұрды. Айбардың жан дүниесі астан кестен. Енді не істейсің? Деді ол әлсіз дауыспен. Бұл сұрақ тек сөз емес. Бұл үкім күткен адамның соңғы үміті еді. Дамир бір сәт көзін жұмды. Сосын баяу сөйледі. Білесің бе, мен бұл күнді көп күттім. Оның дауысы бұрынғыдай суық емес. Терең, шаршаған. Мен сені жылдар бойы бақыладым, деді ол. Әр қадамыңды, әр шешіміңді. Айбар үнсіз тыңдап тұр. Басында мен тек жек көрдім, деді Дамир. Сенің күліп жүргеніңді, өмір сүріп жүргеніңді көру мен үшін азап болды. Ол терезеге қарады. Бірақ уақыт өте келе бір нәрсе өзгерді. Не? Мен сені түсіне бастадым. Айбар таңырқап қалды. Сен де өзіңнің не істеп жатқаныңды түсінбегенсің, деді Дамир. Сен үшін ол жай ғана ойын болған. Бұл сөздер ауыр еді. Өткір, бірақ мен үшін ол бүкіл өмірім болды. Үнсіздік. Сыртта жел гүлдеп өтті. Мен бәрін қайтарғым келді, деді Дамир. Саған да дәл сол сезімді бергім келді. Бердің, деді Айбар ақырын. Шынында да ол енді түсінді. Жалғыздықты, сенімнің күйреуін, өзіңді жоғалтуды. Дамир оған қарады. Ұзақ, терең. Енді сен түсіндің, деді ол. Иә. Сонда да бір сұрақ бар. Айбар басын көтерді. Қандай? Дамирдің көзі өзгерді. Бұл жолы ашу да, суықтық та жоқ. Тек ауыр таңдау. Мен осыны жалғастыруым керек пе? Әлде тоқтатуым керек пе? Бұл сұрақ Айбарға арналмаған еді. Бұл оның өзімен күрес еді. Айбар бір сәт ойланып қалды. Сосын баяу сөйледі. Егер сен жалғастырсаң, сен мен сияқты боласың. Дамирдің жүрегі селк етті. Ал егер тоқтатсам, онда сен менен күшті боласың. Бұл сөздер ауада ілініп қалды. Ауыр, маңызды. Дамир көзін төмен түсірді. Жылдар бойы жинаған ашу бір сәтте мағынасын жоғалтқандай. Мен сені жойғым келді, деді ол ақырын. Бірақ өзімді жоғалтқым келмейді. Айбар үнсіз басын изеді. Сол сәтте бір нәрсе өзгерді. Кек әлсіреп, адамдық күшейгендей. Дамир терең дем алды. Бітті, деді ол. Айбар сенбей қарады. Не? Бұл ойым бітті. Үнсіздік. Бірақ бұл жолы тыныш. Жеңіл. Дамир бұрылып есікке қарай беттеді. Тоқтады. Сосын артына қарамай айтты. Кейде ең үлкен кек кешірім. Есік жабылды. Айбар жалғыз қалды. Бірақ бұл жалғыздық бұрынғыдай емес еді. Бұл түсінген адамның жалғыздығы. Ал сыртта қала өмірі жалғасып жатты. Бірақ екі адамның тағдыры енді мүлде басқа бағытқа бұрылған еді.